Бір ғана қазақ мектебі. 1980 жылдары сол кездегі еліміздің астанасы болған Алматы қаласында тек қана бір қазақ мектебі қалған еді. Ал қазақ тілінде тәрбие беретін балабақша тіпті болмаған. Осының бәрін түзетіп өз қолына алған Шона Смаханұлы. Қазақ мектебін ашуға көп кедергі болғанына қарамастан, Шона Смаханұлы 25 қазақ мектебін ашқан еді. Бірақ нақты қандай кедергі болды? Және ол кездері қазақ мектептері қалай ашылғаны жайлы бүгінгі Шона Смаханұлы жайлы шығарылымда біле аласыздар. Сонымен бүгін білетіндеріңіз. Шона Смаханұлы деген кім? Шона атамызбен Бауыржан Момышұлының қандай байланысы бар? Қазақ мектептерінің ашылуына қандай кедергі болды? Шона Смаханұлының ақындық таланты қандай? Қазақ әдебиетіне қандай үлес қосты? Егер қызық болса, жайғасып отырыңыз. Ал мен болсам, шығарылымды бастаймын. Адам егер әзілкеш болса, оның ойында көп уайым бар деген пікірді жиі естіген шығарсыздар. Бұл сөз Шона Смаханұлына дәл келеді. Шона атамыз 1924 жылы 2 қарашада Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылында дүниеге келген. Бала кезі ашаршылық жылдарына келіп, ерте ата-анасынан айырылады. 1942-43 жылдары болса, 19 жасында 2-ші дүниежүзілік соғысқа аттанады. Мінекей, жастық жағы осында қиыншылықта өтсе де, сатираның шебері болды. Соғыстан кейін ауылдың мектебіне қайтып келіп, ұстаз болып жұмыс істейді. Оқу орны Алматыда, бірақ қалтасында көлікпен не пойызбен баратын ақшасы жоқ еді. Көбісі, жарай, бұйырмады, деп қолын сілтей салушы еді. Ал Шона атамыз аттың үстіне отырып Алматыға келген. Нәтижесінде 1950 жылы Абай атындағы педагогикалық институтының тіл және әдебиет факультетін сырттай оқуына түседі. Сырттай оқыса да басқа студенттерден қалыспай оқитын. 1956 жылы ол институтты бітіріп, Алматыға көшуге бел буады. Алматыға келгеннен кейін Қазақстан жазушылар одағының мүшелігіне қабылданады. Ойланып қалған шығарсыз, қалай ауылдан келіп, бірден жазушылар одағына қабылданып кетті деп. Шона Смаханұлы 1950 жылдан бастап өлең жаза бастаған. Оған қоса 1957 жылы Алматыға келгенде әрбір сәрсенбі күні жазушылар жиналатын. Сол жиында Бауыржан Момышұлы, Сәбит Мұқанов, Қайыр Жароков қатысып отырған. Сол кезде Бауыржан Момышұлы мақтау, мадақтау, жағымпаздық өлеңдерді қойып, дұрыс өлең оқыңдар дейтін. Шона Смаханұлын ол кезде біле бермейтін. Ол болса, осы өлең жолдарын оқиды. Қазіргінің баласы көп білем деп көкиді. Әкесінің жазғанын аудармамен оқиды деді. Осылайша Шона Смаханұлының аты шыға бастайды. Бауыржан Момышұлы болса, оны нөмір 2-ші ұлы дейтін. Неге? Ол кезде көптеген қазақтар тегін оф, ев деп қойған. Ал ұлы деп ол кезде қойғызбайтын. Қойғызса да кейін шеттететін. Бәрімізде Бауыржан атамыз ешқандай қарсылыққа қарамай, Момышев емес, Момышұлы болғанын, және сол үшін көптеген марапаттауларды алмағанын білеміз. Сол кездерде өз тегін оқусыз жазған Шона Смаханұлы болған. Алматыға келіп Шона Смаханұлы мектеп баспасында, Қазақстан мұғалімі газетінде, Ара журналында және жазушы баспасында жұмыс істеген. Қай жерде жұмыс істесе де қазақ тілін дамытуға тырысқан. Ол кезде қазақ тілі тек тұрмыстық өмірде ғана қолданылған. Қазақ тілінің мәртебесі түскені соншалықты, тіпті Алматыда тек бір қазақ мектебі қалған. Шона Смаханұлы ең әуелі қазақ мектептері мен балабақшаларын ашуға кірісті. Ол бірден сол кездегі Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевқа кірді. Кіргенде оны Қонаевқа жай жібере қойған жоқ. Ол кеңседе мен Қонаевтың інісімін, ол Қонаев, мен Шонаев деп өтірік айтып кірген. Нәтижесінде Қонаевқа кіріп, қазақ мектептерін ашуға рұқсат сұрады. Дінмұхамед атамыз риза болып қалды. Себебі оған дейін кіргендер одан үй, даңқ, жұмыс, қызмет сұрап келген. Ал Шонаев болса халық үшін сұрап келді. Бірақ Қонаев айтты деп мектептер бірден ашыла қойған жоқ. Ашылу үшін ең әуелі қазақша оқығысы келетін балаларды табу керек еді. Ал ол сол уақытта қиынға түсті. Біріншіден теледидар мен радиоға хабарландыру беру мүмкін емес еді. Тіпті газет пен журналдарға ондай хабарландыру берудің өзі қиын болады. Екіншіден, осындай себеп. Ал, ұлымызды қандай мектепке береміз? Орысша мектепке беру керек. Ертең жұмысқа кіргенде, жоғарғы оқу орнына түскенде орысша білім керек болады. Баланың болашағын ойлау керек қой. Иә, дұрыс айтасың отағасы. Ол кезде орысша білген престижный еді.
Міне, осымен Шона атамыз күресті. Ол мектептердің алдына барып, ата-аналармен сөйлескен. Қасына көмекшілерін алып, хабарландыруларды өзілген. Ол хабарландыруларды белгісіз біреу жұлып кетсе де, ерінбей қайта іліп отырған. Оған қоса жұмыстан кейін адамдардың үйлеріне кіріп, балаларды қазақша мектепке беруге үгіт-насихат жүргізген. Осылайша Шона Смаханұлы бастауымен Алматыда 25 қазақ мектебі ашылған еді. Бір мектептің ашылуының тарихын айтып берейін. Орбита ықшамауданында 45-ші орыс мектебі болған. Сол мектеп директорына барып, бірінші сыныпқа бір қазақ класын ашуға рұқсат алған. Үгіт-насихаттың нәтижесінде бірінші сыныпқа бір емес 4 класс бала жиналды. Екінші, төртінші сыныптарға 3 класс, 5-ші, 6-шы сыныптарға 2 класс, 7-ші, 8-ші сыныптарға бір класстан жиналды. Жалпы 500-дей баладай жиналды. Сол кезде тамыз айында ата-аналармен бірігіп, Шона Смаханұлы жиын өткізіп, 45-ші мектептің 4-тен 1 бөлігін қазақша сыныптарға арнайтын болды. Кейін ол мектептің жанында келесі жылы жаңа мектеп салынып, ол номер 145-ші қазақ мектебі болды. Мінекей, осылай бір-бірлеп үлкен еңбекпен қаланың түпкір-түпкірінен қазақша мектептер ашыла бастады. Оған қоса балабақшалар да ашыла бастады. Бүгінгі күні Шона Смаханұлы атында Алматыда номер 62-ші және Таразда номер 44-ші мектептер бар. Қазір блогерлер оқырман жинап, қаншама еңбек, қаншама тер деп айтып жатыр. Ал Шона ағамыз болса, өз аты үшін емес, өз халқы үшін қаншама еңбек етті, қаншама тер төкті. Елестетіңдерші, бүгінгі күні осындай адам болса, ол адам көптеген қазақ мектептерін ашып жүрсе, өзінің сатиралық, сықақ өлеңдерін оқып, үлкен залдарды жинаса, балаларға арнап мысалдар шығарып, балалар оны мектеп кезінде оқыса, оған қоса трендте жүрген өлең сөздерінің авторы болса, ондай адам бүгінгі күні ең сыйлы, оқырманы көп, барлық орден, медальдарды алатын адам болушы еді. Кезінде сондай адам Шона Смаханұлы болған. Бірақ бір қызығы, ол бұның бәрін ешқасан өз атын шығару үшін жасаған жоқ. Қарапайым болды, мақтанған жоқ. Даңқ, ақша ешқашан сұраған емес. Керісінше ашқан мектептер үшін тергеуге алынды. Ал сатиралық өлеңдерін қоғамды жақсарту үшін жазған. Тыңдап көріңіздер. Тәрбие деген мәселені айттық қой. Бұл өзі тура отбасынан басталады ең алдыменен. Содан кейін мектепке барып тіреледі. Сол бір жарамсыз тәрбие туралы денсаулық үшін папасының деген сықақ. Бұл әр жерден кездесіп қалатын шығар. 3-те мекен, 4-те мекен, одан да сәл ерте мекен, ортаншы ұлы өсірді, әкесі мен шешесі еркелетіп өсірді. Қонағының бетіне түкірсе де кешірді. Біздің бөсір батыл деп, мұндай батыл баланы беттен қақпау мақұл деп, искелеп, сүйіп, аймалап, өздері шарап ішкенде оған да құйды лимонад. Денсаулық үшін папасының, денсаулық үшін апасының деп ішкенде қағыстырып, балада жіберетін жабыстырып. Қағыстырып бөсірген машық болды, лимонадты қойып, араққа ғашық болды. Шарапқа ғашық болды. Таңдайын қағып, сүзіліп отырған соң ботасы кетпес деп бұдан бұзылып, ұрттатып жүрді папасы. Осыдан соңға күнімен шарап дәмі бөсірдің кетпейтін болды тілінен. Үйде думан қызғанда, біреу ақ, біреу қызылдан қызара бөртіп сызғанда, оның да көзі бұлдырап, оның да басы даңғырап, күшік боп үрді шәуілдеп, мысық боп жүрді мәуілдеп. Папасы айтты бөсірге, ақмақтанып есірме, ақылың көп баласың. Адам аман болсаң, келер жыл мектепке де барасың. Бұдан бұлай ондайды ұрттауға саған болмайды. Папасының бұл сөзі баланың көңілін пәс қылды. Енді тамақ ішпейсің дегендей болып естілді. Үйренген ұрлап конфетті тоқтату қайда тентекті. Шыны түбінде қалғанды ұрлап ішкенге тоймайтын болды. Бірте-бірте көшедегі бөтелкіні қоймайтын болды. Күнәға ұлын батырып, әкемен шеше ақырып қателескенін еске алды. Бірақ кеш қалды. Денсаулық үшін папасының, денсаулық үшін апасының, денсаулығын жойды ботасының. Бір арыздың саяхаты. Аршабай арызын бастыққа берді. Бастық басбұққа берді. Басбұқ орынбасарға берді. Орынбасар мөрінбасарға берді. Мөрбасар хатшы Ысқаққа берді. Ысқақ шкафқа берді. Шкаф тышқанға берді. Арыздың қызығын тышқан көрді. Ал әндерге жазған сөздерін алатын болсақ, бүгінгідей мәні жоқ хит әндерге емес, тілдің деңгейін көтеретін әндерге жазған. Мысалы, бәріңіз де осы өлеңді естіген шығарсыздар.
Осы әннің сөздерін жазған Шона атамыз еді. Енді Шона атамыз кім екенін білген шығарсыздар. Шона Смаханұлы 1988 жылы еліміздің тәуелсіздігін көрмей Алматыда дүние салды. Жасаған еңбегіңіз үшін көп рахмет. Шоқ тілді Шона ата. Сіздермен болған Тарих Малих. Міндетті түрде лайк басып, WhatsApp топтарға репост жасап, аналарыңызға хабарласып, қалым біліп, мектепте оқысандар сабақ оқып, спортсмен болсандар жаттығып, дұрыс тамақтанып, түні бойы телефон шықмай дұрыстап ұйықтап жүріңдер.